негізі менің зерттеу бағытым тарих саласы. Өзім Түркияның Селжук университетінде 2022 жылы докторантураны қорғадым. Негізгі зерттеу бағытым 20 ғасырдың басындағы Қазақстандағы мерзімді басылымдар. Қазір біздің студенттердің деп айтайықшы, жалпы жас ғалымдардың, жаңа оқытушылардың бағыт-бағдары мен қыздардың, студенттердің ғылымға деген талпынысы артып жатыр. Оны күнделікті мынау республикалық олимпиадалар, халықаралық олимпиадалар, халықаралық ғылыми конференциялар, одан кейін халықаралық басылымдарға шығып жатқан студенттердің мақалаларынан көруге болады. Бұның барлығы нені көрсетеді? Студенттердің және жас ғалымдардың ғылымға деген қызығушылығын көрсетеді. Айсана бағдарламасының негізінде қазіргі таңда біздегі осы стартаптан мирес деген сияқты, қыс-пу түлектеріне арналған AI педагог деген сияқты, IQ аламан деген сияқты біраз бізде институтымызда бағдарламалары бар, іс-шаралары ұйымдастырылуда. Олардың барлығы биыл енді жасанды интеллект жылы болғандықтан барлығы сол жасанды интеллектке бағытталған.